Сәлеметсіздер ме әріптестер? Менен WhatsApp-тан қалай QR код аламыз деген екенсіздер, көрсетейін. Өзіңіз енді WhatsApp-тан группа аша аласыздар деп ойлаймын барлығыңыз. Группаны ашасыздар. Ашқаннан кейін мына жердегі үстіндегі нені басасыздар. Ата-аналарды педагогикалық қолдау деген үстін басам. Соны төменге түсеміз. Түскен кезде міне пригласит в группу по ссылке деген тұр. Соны басамыз. Басқаннан кейін мінеке мына жерде QR код деп тұр мінеке. QR код дегенді басамыз. Міне QR кодымыз шықты. Осы QR кодты iPhone-да былай сақталады. Енді үстіндегі стрелканы басамыз. Төменге түсірген кезде міне сохранить изображение басамыз. Бұл менің галереяма түсті. Ал екінші жолы сақтау жолы. Біреуге поделиться ете аласыз. Мына жоғарыдағы стрелканы басасыз. WhatsApp-тағы кез келген біреуге бөлісе аласыз. Мысалы үшін мен мына копилкама бөлісейін. Салдым. Болды. Группадан шығып кетеміз. Мінеке ашамыз. Галереяма мінеке сақталды. Осы QR кодты аламын да кез келген жасалып жатқан көрнекіліктің бетіне қоямын. Бар болғаны осы. Түсінбесеңіздер сұрақтарыңыз комментарийға жазыңыздар, жауап беруге тырысамын. Ал енді жаңа WhatsApp желісінде бөліскен едім. Біз мұғалім болғандықтан мен өзіме осылай копилка арнап қойғанмын. Кез келген мәтіндерімді, керек құжаттарымды барлығын осы жерде сақтаймын. Міне, мен QR кодты осы жерге тастадым. Осы жерден де сақтап алуға болады. Міне, сохранить деп сақтап алсақ болады.